Children, welcome to our English lessons. Қайырлы күн 2-ші сынып білім алушылары. Бүгінгі сабақты жүргізетін мен Есен Қапылова Салтанат. Good morning, good morning, good morning to you. Good morning, good morning, I'm glad to see you. Оқушылар, бүгінгі сабақта сендер өздеріңді бағалау парағы арқылы бағалайтын боласыңдар. Ол үшін жетістік баспалдағындағы тапсырмаларға сәйкес bad, good, normal смайликтерін орналастырасыңдар. How do you think what them we have for today? Look at the picture. Қане балалар, суретке қараңдаршы. Бүгінгі сабақ не туралы деп ойлайсыңдар? Very good. School days. Балалар, біз my school тарауын ары қарай жалғастыратын боламыз. In today's lesson, learn the new words and phrases connected to the topic school days. You understand? I go, I don't go, I have, and I don't have. Learn the new phrases. Go to school, мектепке бару. Have lessons, сабақтар бар. Have lunch, түстену. Math lesson, математика сабағы. Урок математики. Science lesson, ғылым сабағы. Урок науки. PE, physical education lesson, дене шынықтыру сабағы. Урок физкультуры. Art lesson, сурет сабағы. Music lesson, музыка сабағы. Оқушылар, тіркестерді есімізде сақтаймыз. Read and match. Тіркестер бойынша дұрыс сәйкестендірейік. Барлықтарың жауаптарың менікімен сәйкес келді деп ойлаймын. Жарайсыңдар. Ендеше оқушылар, is және бұл етістіктерін еске түсірейік. This is, that is. These are, those are. There is, there are. This is бұл жекеше, бұл көпше түрде қолданылады. Оқушылар, ережені тапсырма орындау арқылы бекітейік. Ол үшін Wordwall бағдарламасында арқылы тапсырманы дұрыс орындауымыз керек. Сөйлемдерге is, are етістіктерін дұрыс орналастырамыз. Суреттерге қарап есімізде сақтап алайық. I am Айдар. This is my school. Good. This is my classroom. There are 30 children in my class. Very good. This is my teacher, Miss Алия. Жарайсыңдар оқушылар. There are my best friends, Арман and Сауле. Very good. You remember the days of the week. Оқушылар, апта күндерін есімізге түсірейік. Ken is going to sing it for us. Let's listen. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, the days of the week. Оқушылар, апта күндерін есімізге түсірсек, келесі тапсырманы орындайық. Ол үшін 60-60 ойынын ойнаймыз. Оқушылар, алдымен мәтінмен танысып шығайық. Бірінші оқушы екінші оқушыға 60 секунд ішінде бір факт айтып береді. Ал екінші оқушы бірінші оқушыдан естіген үшінші оқушыға айтады. Ең соңында барлығымыз мәтін мазмұнын анықтайтын боламыз. I go to school from Monday to Friday. I have 4 lessons in the morning. Then I have lunch at school. In the afternoon I have 1 lesson. Science and PE are my favorite lessons. Балалар, мәтінді есімізде сақтаймыз. Ендеше мәтіндегі сөйлемдер бойынша қате сөздерді тауып, дұрыс сөздерді орнына қойып айтуымыз керек. Сөйлемдерді бірге айтайық. I have 6 lessons in the morning. Қате сөзді анықтайық. Жарайсыңдар. I have 4 lessons in the morning. Оқушылар, барлықтарың сөйлемдердегі қате сөздерді тауып, дұрыс сөздерді қойып, сөйлемді дұрыс оқыдыңдар деп ойлаймын. Кәнеке, ендеше өзіміз бір рет оқып шығамыз. Жарайсыңдар. Ендеше балалар, жаңылтпашты бірге айтып, сергіту сәтін жасап алайық. Letter sounds. It's Nick Jr. tongue twisters. This first one has a lot of sh sounds. Shimmer and shine, shimmy with their shiny shoes.
Shimmer and shine, shimmy with their shiny shoes. Zahara Slam! Now, say it again, but faster. Shimmy, shine, shimmy with the shiny shoes. Shimmer and shine, shimmer. Барлықтарың дұрыс орындадыңдар деп ойлаймын. Ендеше, келесі тапсырмаға назар аударайық. Ол үшін суреттерге саяхат жасайтын боламыз. Сурет арқылы сөйлемдерді дұрыс айтыңдар. Бірінші мысалға назар аударайық. I go to school from Monday to Friday. Балалар, бұл жерде I go болымды. Ал ендеше болымсыз сөйлем құрастырып көрейік. I don't go to school on Saturday and Sunday. Мен мектепке сенбі, жексенбі күндері бармаймын. Бұл жерде don't көмекші етістігі болымсыз сөйлем жасап тұр. Ендеше келесі суреттерге назар аударайық. Ғылым сабағы сейсенбі күні бар. Дене шынықтыру сәрсенбі күні болмайды деп айтып көрейік. Жарайсыңдар оқушылар, барлықтарың сөйлемдерді дұрыс айттыңдар деп ойлаймын. Ендеше сабағымызды қорытындылау үшін көршіңе әңгімелеп бер ойынын ойнаймыз. Tell your friend. Ол үшін балалар school days мәтіні бойынша түсіп қалған сөздерді орнына қойып, сөйлемді дұрыс айтуымыз керек. Жарайсыңдар оқушылар, ендеше бір-бірлеріңді бас бармақ әдісі арқылы бағалаңдар. Сабақ бойынша берілген смайликтер арқылы көңіл күйлеріңді білдіріңдер. Ендеше балалар, бүгінгі сабақ бойынша бағалау парағын пән мұғалімдеріңе жіберуді ұмытпаңдар. Өздеріңді әділ бағаладыңдар деп ойлаймын. Goodbye children, сабағымыз аяқталды. Маған түскен тақырып бойынша оқушылардың айтылым дағдысына байланысты тапсырмалар құрастыру. Бүгінгі алып отырған тақырыбыма сәйкес мен оқушылардың айтылым дағдысын дамыту үшін алпыс-алпыс көршіңе әңгімелеп бер, түсіп қалған сөйлемдер, яғни дұрыс сөздерді айтқызу арқылы балалардың айтылым дағдыларын дамытуға болады. Балалар сөйлеу арқылы олар өз ойындағысын жеткізу үшін ең біріншіден оқушылардың сөздік қорын байытып, содан соң өткен сөздерді есте сақтап, және әр жағдайда қандай мағынаны беретінін түсіндіру керек. Кейін осы жаңа сөздері бар фильмдер көрсету, өлеңдер тыңдату, диалог, монолог құрастыру жұмыстарын жүргіздіру керек. Сонымен қатар оқушылар берілген тірек сызбалар арқылы сөйлем құратқызу, жаңылтпаштар айтқызу арқылы олардың айтылым дағдыларын дамытуға болады. Назарларыңызға рахмет.